Сәлеметсіңдер ме оқушылары, қазақ тіл сабағы 2-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі 24-ші сабағымыздың тақырыбы дауыссыз қ мен ғ. Бүгінгі сабақта қ, ғ әріптерінің жазылу емлесін, сонымен қатар мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беруді үйренеміз. 22-ші жаттығу бағандағы сөздерді оқы. Сабақ сабағы, парақ парағы, ұршық ұршығы, жарық жарығы, бұлақ бұлағы, қасық қасығы. Мінекей осы сөздерді салыстырып, сөз соңындағы қ дыбысының ғ-ға өзгеруінің себебін айтып көр. Өз қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр дейді. Сабақ дегендегі қ дыбысынан кейін дауысты дыбыс келсе, қ дыбысының орнына ғ дыбысы жазылады. Байқап тұрғандарындай, сабағы дегенде дыбысы жазылғандықтан х дыбысы ғ дыбысына ауысады. Келесі сөзде де дәл сондай. Енді төмендегі ережеге назар аударайық. Ғ әріпі сөздің соңында жазылмайды. Бұны да есте сақтап алайық. Қ-ға аяқталған сөзден кейін дауысты дыбыс келсе, қ дыбысы ғ-ға айналады. Мысалы, достық достығы, атақ атағы, құшақ құшағы. Мінекей оқушылар байқап тұрғандарындай, қ дыбысынан кейін дыбысы келгендіктен қ дыбысы ғ дыбысына айналады. Осы ережені мұқият есімізде сақтап алайық. Жалғастырамыз. Келесі 23-ші жаттығуда Оразақын Асқардың өлеңі берілген. Өлеңді мұқият тыңдайық. Тақырыбы құрақ құрау. Әжелер киім тіккенде тастамапты қиықты. Әр алуан қиық түскенде дорбаға салып жиыпты. Көп киім тігіп біткенде қиыққа дорба толыпты. Қиықты сәндеп тіккенде құрақ көрпе болыпты. Төмендегі тапсырмаларға назар аударайық. Өлең мазмұны бойынша берілген сұрақтарды толықтыр және оларға жауап бер. Бірінші сұрақ: әжелер киім тіккенде нені тастамайды? Әжелер киім тіккенде одан қалған қиықты тастамайды. Екінші сұрақ: қиықты қайда жинайды? Қиықты дорбаға жинайды. Келесі үшінші сұрақты өзіміз құрастыруымыз қажет. Қиықты сәндеп тіккенде не болады? Қиықты сәндеп тіккенде көрпе болады. Қиық, құрақ сөздеріне дыбысын жалғап жаз. Не байқадың? Қиық, қиығы, құрақ, құрағы. Бұл жерде біз нені байқадық? Қ дыбысынан кейін дыбысы жазылғандықтан қ дыбысы ғ дыбысына айналады. Ал құрақ деген сөздегі қ дыбысынан кейін дыбысы жазылғандықтан қ дыбысы ғ дыбысына айналды. Мінекей бүгінгі тақырыптағы ережені мұқият есімізде сақтап алайық. Келесі 24-ші жаттығуда көп нүктенің орнына қ, ғ әріптерінің тиісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Бір қозының аяғы сынып қалған екен. Қайрат қозыны аяп, үйге алып келді. Атасы оның сынығын орнына салды. Кейін қозының аяғы жазылды. Бұл жерде аяғы, сынығын деген жердегі көп нүктенің орнына ғ әріпін жазамыз. Енді осы сөйлемді әдемілеп дәптерімізге көшіріп жазып алайық. Жалғастырамыз. 25-ші жаттығуда Мұрат Қуанышбековтың өлеңі берілген. Өлеңді көркем етіп дәптерімізге жазып аламыз. Анаң күнің жүрегің, әкең өмірің тірегің, әжең асыл ардағың, атаң дана қорғаның. Енді төмендегі тапсырмаға назар аударайық. Қарамен жазылған сөзде қай дыбыс өзгеріске ұшыраған? Оның себебін түсіндір дейді. Бізде ардағың деген сөздегі ғ дыбысы өзгеріске ұшыраған. Себебі ардақ деген сөздегі қ дыбысынан кейін дыбысы келгендіктен қ дыбысы ғ дыбысына ауысады. Мінекей бүгінгі тақырыптағы ережені мұқият есімізде сақтап аламыз. Шығармашылық үзіліс. 26-ші жаттығуда ойын жұмбақтардың шешуін тап дейді. Қармағы бар қолында, кімді айттым ойымда? Бұл әрине балықшы. Келесі: құрығы бар қолында, кімді айттым ойымда? Бұл әрине жылқышы болады жауабы. Келесі: қалағы бар қолында, кімді айттым ойымда? Бұл әрине құрылысшы. Енді төмендегі
Тапсырмаға назар аударайық. Қарамен жазылған сөздерге дыбыстық талдау жаса дейді. Бізде қарамен жазылған сөздер ол қармағы, құрығы және қалағы деген сөздер. Ал енді осы сөздерге жеке-жеке дыбыстық талдау жасайық. Қармағы деген сөзде 7 әріп, 7 дыбыс бар. Қ әріпі дауыссыз қатаң, А дауысты жуан, Р дауыссыз үнді, М дауыссыз үнді, А дауысты жуан, Ғ дауыссыз ұяң, Ы дауысты жуан. Келесі құрығы деген сөзде 6 әріп, 6 дыбыс бар. Қ әріпі дауыссыз қатаң, О дауысты жуан, Р дауыссыз үнді, Ы дауысты жуан, Ғ дауыссыз ұяң, Ы дауысты жуан. Қалағы деген сөзде 6 әріп, 6 дыбыс бар. Қ дауыссыз қатаң, А дауысты жуан, Л дауыссыз үнді, А дауысты жуан, Ғ дауыссыз ұяң, Ы дауысты жуан. Мінекей қарамен жазылған сөздерге дыбыстық талдауды жасап шықтық. Ал енді оқушылар, бүгінге осымен сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.